Arkadaşlarım, ben Tansu Zaydaroğlu. Men Bektas Faysal'dırмын. Ben Amina Adipov. Ben Arul Ақылдымын. Ben Рысқа Ынталымын. Жақсы, рахмет. Енді балалар, өткенде бізге үйге берілген тапсырма қандай еді? Өткен сабақтарда және кәсіптер деген тақырып өткенбіз, иә? Енді қысқаша қазір workflow әдісі арқылы үй тапсырмасына қысқаша қайталау жұмыстарын жүргізіп жіберейік. Жақсы ма? Все. Экранға қараймыз. Экранға қараймыз. Қазір әр ұяшықтардан сұрақтар шығады. Мен өзім айтып отырамын. Кезек-кезек қолдарыңызды көтеріп жауап бересіздер. Жақсы ма? Жақсы, бірінші сұрақ. Бір 1766 жылы орта жүз қазақтарының өмірін бақылаған инженер құрылысшы кім? Және ол қазақтардың қолөнері туралы не айтқан? Кім жауап береді? Бектас. 1766 жылы орта жүз қазақтарының өмірін бақылаған инженер құрылысшы Иоганн Готфрид Георгий болатын. Бұл орта жүз қазақтарының өмір салтын зерттеп тұрмыс-тіршілігін және де олардың шаңырағын, киіз үйін құрылысымен қатты тамсанып аса бір мәлімет жаза кеткен болатын. Жақсы, рахмет, керемет. Келесі сұрақ. 1769 жылы Паулас қазақ даласына саяхат жасады. Қолөнердің қай түрі туралы көп мағлұмат жинады. Ал қазір 1769 жылы Паулас қазақ даласына саяхат жасап, теңіз болсын үшін медеу және де еказ ішімдігі туралы толық зерттеген болатын. жақсы, керемет. Келесі. Үшілер деген кімдер? Жауап бересіз. Тап берсін. Үшілер деген киіз үйдің ағаш қаңқасын келеде оқ, шаңырақ, есік жасайтын ағаш шеберлері. Олар өте жоғары бағаланған мамандар болған деседі. Жақсы, рахмет. Келесі. Көшпелі қазақтардың кеңінен тараған қандай қолөнер түрлерін білесіздер? Алтынжан. Көшпелі қазақтарда кеңінен тараған қолөнер түрлері мынадай: ағашшылық өнер, ұсталық өнер, зергерлік өнер, киіз басу, шит тоқу, тоқымашылық және кестелеу. Жақсы, өте керемет. Жақсы. Келесі, жақсы. Келесі, Бекзат оқыңызшы, екі сұрақты. Көшпелі қазақтардың натуралдық шаруашылығында мал шаруашылығы өнімдері қай кәдеге жаратылған? Жауап бересіз. Кім жауап береді? Мал жүні және терісі сүйегі толығымделіп, тұрмысқа қажетті заттарға айналған. Жүннен киім, жіп, арқан жасалды. Ал теріден киіз, киім, аяқ киім, ыдыстар, бесіктер жасалды. Сүйек және де мүйіздерден тұрмысқа шеберлік заттар жасалды. Жақсы, керемет. Келесі кім? Әдет оқиғы. Қазақтардағы киіз үй бұйымдарының үлгілеріне не жатады? Жауап береді. Жақсы. Жақсы тұрады. Киіз, ескі, құрылымдары, шаңырақ, келеде, оқ, сықырлақтан тұрады. Жақсы, керемет, жарайсыздар балалар, рахмет. Енді қазір біздер жаңа сабақты бастамас бұрын ең алдымен топқа бөлеміз. Түйе керуені әдісі топқа бөлеміз. Қазір сіздер қарайсыздар, әр ұяшықтағы түйенің суретін таңдап, оның артындағы бір немесе екі деген сандар тұрады. Соған байланысты топқа бөлініп отырасыздар. Жақсы ма? Жақсы, сұрақтарды сұрайық. Бір саны шыққанда бірінші топ мына жаққа, екі саны шыққанда екінші топ мына жаққа отырасыздар. Ана ашық сабақтардың видеосын жіберсеңдерші, салай. Жақсы, тез-тез отырайық балалар. Тез-тез. Жақсы балалар, енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен жаңа сабағымызды бастамас бұрын қазір сіздерге кинематография әдісі арқылы экранға бейнеролик шығарды, иә? Сол бейнероликті көру арқылы сіздер жаңа тақырыпқа ой шақырасыздар. Жақсы ма? Екі топ экрандағы видеоны мұқият қараймыз.
After I was in the wonder. So, Жақсы, рахмет. Енді бейнероликтен не байқадыңыздар, қандай мағлұмат алдыңыздар, ой бөлісіп пікір алмасамыз, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбын ашамыз. Бейнеролик көру арқылы. Кәне, ойланамыз. Топтар ойланамыз. Дайынбыздар балдар? Жақсы, сіздер отырар, үш топ. Біз бұл видеода жібек құрттарының өсуін және жібек құрттарынан жібек матасының алыну жолдарын көрдік. Және де осыған байланысты біз өтетін тақырыбымыз ұлы жібек жолына байланысты болады деп ойлаймыз. Ұлы жібек жолына байланысты. Жақсы, келесі сіздерден екінші топтан көңілден аламын. Бұл жібек топтары ол өткен қоғыз бойынша жібек матасынан бала жіңіштерді өңдігілер. Және осы сабақтың тақырыбы ұлы жібек жол деп ойлаймын. Жақсы, тағы кім бар, кім ой бөлісіп пікір алмаса, алғысы. Жаңағы алдыңғы жатсымада топқа бөлінуде түйелер арқылы бөлінген болады. Ал бұл түйелер жібек жолының ең негізгі бөлігі болып табылады. Ол шөлге жиналды, ұзақ уақыт жиналады, бірнеше уақыт су жиналғандықтан бұрынғы саудагерлер түйені таңдаған болатын. Жақсы, рахмет. Дұрыс айтасыздар, жаңағы топқа бөлудегі түйе керуен әдісінде ол кездейсоқ алынған жоқ. Оның барлығы сіздерге бүгінгі жаңағы сабағымызға қатыстырылды. Жақсы, өте жақсы. Енді қараңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сіздердің пікірлеріңізді қорытындылай келе Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы ұлы жібек жолының рөлі деген тақырып. Жақсы, енді бүгінгі жаңағы сабақтың мақсаты Қазақстан аумағындағы қалалардың пайда болуы мен дамуындағы ұлы жібек жолының рөлін таңдаймыз. Ұлы жібек жолының Қазақстан аумағындағы бағыттар мен жолдарын зерттейміз. Ұлы жібек жолының пайда болуын тарихи маңыздылығын түсіндіреміз. Және ұлы жібек жолының экономикалық, саяси, әлеуметтік әсерін анықтап, оны сипаттаймыз. Жақсы ма? Жақсы. Бүгінгі тақырып дәптерге жазылған Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы ұлы жібек жолы. Жаңа сабақты бастамас бұрын сіздердің алдарыңызға бағалау парақтары берілген. Осы бүгінгі сабаққа қатысты бүгін таксономиясы бойынша 5 тапсырма бойынша жаңа тапсырманы орындайсыздар. Сол бағалау парағына өздеріңізді бағалауды ұмытып кетпейміз. Балалар, әрқайсыңыздың алдарыңызда бағалау парақтары жатыр. Жақсы ма? Жазып қояйық. Енді қараймыз онда. Келесі. Енді тапсырмалар бастайық. Бірінші тапсырма қараймыз. Қазір экранға жасанды интеллект арқылы жасалған қызықты видео шығады. Сол видеоны көріп болғаннан кейін ойланасыздар. Әр топ ұлы жібек жолы туралы қызықты 5 мәліметтер айтасыздар. Жақсы ма?
Onun içinde жаңағы Ұлы Жібек жолының қазақтан арқылы өткен қалаларды атап кетіңіздер. Ұлы Жібек жолының қайда болуын, Ұлы Жібек жолы қай мемлекеттен бастау алды, түсінікті ма? Соның барлығын атап кетесіздер. Қазір видеоны жақтан Біздің заманымызда бұрын екінші ғасырда қалыптасқан әлем Еуропаны байланыстырған ірі сауда және мәдени керуен жолдарының жүйесі. Бұл жол Қытайдың Чаңган қаласынан басталып, шығыс Түркістан арқылы Орта Азияға жеткен. Қазақстан жерінде жол бірнеше маңызды қалалардан өткен. Орта Азиядағы ең ірі сауда орталықтарының бірі жібек, дәндеуіш, металл бұйымдарымен танымал. Тараз немесе Талас металл өңдеу, зергерлік бұйымдар, қыш және доғары өнеркәсібі дамыған қала. Испиджан қазіргі Сайрам, жібек пен маталардың саудасы, қолөнер және тұрмыстық заттардың орталығы. Сауран, жібек, фарфор, асылтастар, дәндеуіштер арқылы шағалы саудада маңызды рөл атқарған. Ясы қазіргі Түркістан буддизм мен ислам мәдениетінің кітап жазу және ғылым орталығы. Баласағұн зергерлік, металл өңдеу, қолөнер және базарлармен әйгілі болған. Бұл қалаларда базарлар мен сауда орталықтары дамып, керуендер арқылы жібек, фарфор, қағаз, шай, дәндеуіштер, алтын күміс бұйымдар, қауышақ сияқты тауарлар тасымалданған. Сонымен қатар жол бойындағы қалаларда тоқымашылық, металл өңдеу, қыш өндірісі, зергерлік және былғары өңдеу сияқты өндірістер өркендеген. Ұлы Жібек жолы арқылы тек тауар емес, мәдениет, тіл, білім мен технология да таралып, елдер арасындағы экономикалық және мәдени байланыстарды күшейтті. Жақсы, көрдік қой, иә? Қазір ойланасыздар. Бес мәліметтен айтасыздар. Сіздер бес мәлімет қызықтан Ұлы Жібек жолы туралы, орындарыңыздан қалалар туралы, жалпы қайда болу бар. Жақсы ма, сіздер бес мәліметтер, иә? Соңғы мәліметтер көріп береміз. Қайта отайын, қайта жесеңіздер болады. Олға жақсы. Қайта отайын болып бақтаймыз. Бірінші топ, сіздер дайынсыздар ма? Ол сіздер дайынсыздар ма? Аха, ал, қайта берді. Жібек жолы термині кейіннен енгізілген. Ол толғы жөнінде ежелгі. Жібек жолы терминін неміс географы Герцман Виктория Мосс-Егер жылы енгізген. Ол бұл сауда жолы туралы Қытай туралы жазған кітабында айтып өткен болатын. Жақсы. Аталымнан қарап, бұл жолда қандай да бір мықты магистрал деп ойлайсың. Алайда тарихшылар айтып өткендей, ол магистралға ұқсайды. Себебі оның көптеген бағыттары болған. Осылайша сауда айналымы көптеген қалаларды қамтыған. Жақсы деген. Ұлы Жібек жолының қашықтығы 12.000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер мұндай қашықтықты толық белгілеген. Бұл жағдайда олар ауысыммен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алып отырған. Жақсы. Келесі қайда береді? Қытай императорының сауда жасайтын серіктестері іздеу үшін жіберген арнайы дипломатиялық кернеуі 10 жылдан кейін бірақ орнаған. Жақсы, келесі. Екі қала, Ұлы Жібек жолында жатқан екі қала туралы мәлімет берсем, бізде ең бірінші қаласы Сайрам Исілчап тұрғындар Исілчап қаласы болатын. Ол Сайрам Исілчап қаласында қолөнер қатты дамып, матасы әсіресе темір өңдеу өнермен қатты Ұлы Жібек жолында танымал болған. Екінші
тарихи тұсында өте қатты маңызы бар қала Баласағұн қаласы. Қарахан мемлекет тұсында ол Қарахан мемлекетінің астанасы бола қоймай, және де ең қызықты тарихи бір фактінің бірі Жүсіп Баласағұн осы Баласағұн қаласында өзінің құтты күні атты білімін кітаптар білімін жинаған. Сіздер күн сайын орындарыңыздан тұрып айта беріңіздер. Жүрек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілген. Жақсы, келесі. Ұлы жібек жолының пайда болу арқасында қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игерген. Жақсы. Шеберлер темірлер жасалған бұйымдарды жасау үшін шығыстан, ал шыны жасау үшін батыстан келген. Қоян заманда шірекшікті алғаш болып патша ханым естіңше алғаны айтылады. Аңғылаш етсек патша ханым шәреш қойған кезде оның аяғына ағаш шыныға салғырап тұрған жібек қотып түсіп кетеді. Сол сәтте қорқын жігіт ағашты қойып, әтішесінде алғаш жібек шыға алынған екен. Тасымалдау тағылымда жібек жолдарының кейбір қалаларының арнайы кестесі белгіленіп отырғанын дәлелдейді. Мысалы, керуендер Қытай Қоян қаласынан алдыңғы керуеніне шыққан бір апта өткеннен кейін бірақ қозғалғанбыз. Жақсы. Ұлы жібек жолының тарихы өте көне Еуропа, осы жүргізген саяхатшылардың арқасында ғана сосын байлығымен танысты. Жақсы, рахмет. Енді қараңыздар, бұл жерде жаңа біз тоқталуымыз керек, көбінесе Ұлы жібек жол пойыздар қалалары. Енді сіздер қосымша жаңа бұл жерде толықтырып кетулеріңіз керек. Түркістан, Талхиз, мысалы қалалар қалалары. Сондықтан рахмет қылып айтып жібермеуіміз керек еді негізі. Жақсы, жарайды. Екінші тапсырма сіздерде картамен жұмыс, алдарыңызда карта бар. Көріп қояр, бірінші топ. Сіздер картадағы ақпаратты оқисыздар, Ұлы жібек жолының Қазақстандағы бағыттарында, тармақтарына тоқталасыздар. Сіздер екінші топ Ұлы жібек жолының дүниежүзілік бағыттарына тоқталасыздар да, картаға шығып, картадан көрсетіп айтасыздар. Жақсы ма? Анда сен Қазақстандағы сендер Қазақстанда бағыттар, сіздер бірінші Қазақстан бағыттар, қай жақта сіздерді штаб қойыңдар. Жақсы. Келіңіздер бірінші топ. Дайынсыз ба? Тыңдайсыздар ма? Ал келіңіздер. Ең алғашында Ұлы жібек жолы шығыстан бастау алған Қазақстанға кіретін ол Қытайдың Шаңган қаласынан басталып, осы Алмалы жағынан кірген болады. Және де осы жолмен жүріп өтіп, ол Жетісу өңіріне жетті. Және де осы Алматыда Талдар, Талкеңіз қаласына, және де осылай Жетісу өңірінде толығымен жүріп өткен болатын. Осыған байланысты Ұлы жібек жолы үлкен ағаш сияқты тамыры жайқалып, Қазақстанда да толығымен қалаларды қамтыған болатын. Және де Ұлы жібек жолы тек қана сауданың ғана емес, мәдениет, ғылым, білім және дінді тасыған болатын. Жақсы. Динара, Қазақстандағы негізгі қалалар мен аймақтар маңызды тораптар ретінде танылған. Мысалға Шелек, Жетісу. Бұл жерде тауар алмасу және демалыс орталығы болған. Түркістан діни және мәдени орталық болған. Ал Тараз сауда және саяси маңызды қала болған. Керуендер осы қаладағы сарайларда демалып, сауда жасаған. Жолдың солтүстік батыс бөлігінен Маңғыстау мен Ақтау арқылы Еуропаға
Олар жібек жолының Қазақстанға рөлі өте зор болған. Оның рөлі зор болған. Оның арқасында тек сауда ғана емес, экономика мен мәдениет те тілінде ғылымда дамыған болады. Егер ұлы жібек жолы қазір Қазақстанда болмаған болатын болса, егер болмай ол Қазақстанда жүрмеген болатын болса, онда біздің мәдениетіміз, экономикамыз, біліміміз, ғылымымыз дамымай қалады. Рахмет, жақсы. Келесі. Dünyada bazıları çocuklarına, dünyasını kadar tutamaz. Haydi. Ұлы жібек жолы Шығыс Азиядан бастау алған, яғни Қытайдың Чаңнан, яғни қазіргі Тянь қаласынан, кейін Ланчжоу, Дунхуан, Туфан, Пошкар және Хатон қалаларын басып кеткен. Және де Тянь Шань тауларының батыс сілмелерін, сонымен қатар Такламакан шөлін де басқан. Және осы аймақтар арқылы Орта Азияға фарфор, дәндеушілер, чайлар, жібек маталарын барған керуендер арқылы. Ұлы жібек жолы Қытайдан шығып, Орта Азияға келеді. Ол бізде Қазақстаннан басталып, біздің Түркістан, Отырар, Тараз және Испежақ қалаларына келді. Бұл жақта ірі сауда және мәдениет орталығы үлкен болып дамыды. Және одан кейін бізде Қырғызстандағы, Балақтағы, Сойыр бағыттар келді. Одан кейін бізде Өзбекстандағы әлемге әйгілі Бұхара, Самарқан және Хиуа қалаларына өтеді. Ал Түркістандағы Мерв пен Ниса қалаларына өтеді. Ол жібек жолынан бұл жерде Таяу Шығыстан Кавказдан бастап Еуропаға қарай өткен. Таяу Шығыста Парсы және Араб аймақтары және Таяу Шығыста Самаданнан басталып, Иран, Ирак, Сириядан өтіп, Кавказға қарай бет алынса. Бұл жерде Армения, Грузия және Әзербайжан. Одан кейін өтіп, Турцияға қарай басып, Стамбулдан жерорта теңізін өтіп, Грецияға қарай бағыт алады. Жақсы, рахмет. Ол жолдың соңғы халықаралық бағыты еді. Өте дұрыс. Жақсы, отырамыз. Жақсы, балалар, қазір қараңыздар, жаңа сіздер дүниежүзілік бағыттарын көрсеттіңіздер, Қазақстан бағыттарын көрсеттіңіздер. Сол кезде қартадан негізі мына бағыттарын толығымен көрсетуіміз керек еді. Сол жағында да көңіл аударсаңыздар, жақсы, жарайды. Келесі солда. Үшінші тапсырмаларға қараңыздар. Мәтін мен жұмыс функционалдық сауаттылық бұл жерде. Текст талдау. Тапсырмаларды ашамыз. Қараңыздар, бірінші топ сіздер Түркістан құлан қалаларына жаңағы талдау жасайсыздар, алдарыңыздағы мәтіндер берілген, жақсы ма? Сіздер екінші топ мәтін алдарыңызда берілген, сіздер отырар Испежақ және Қалпис қалаларына саяси, экономикалық, әлеуметтік технологиялық жағынан талдау жасаймыз. Жақсы ма? Кірісіңіз. Экономикалық, саяси, мәдени Sizlerde halk izleyi yakından alıydı. Gençler, ben de bağlılığınızı aldınızlar. Havadan beri мәліметтің қол алып жатсыздар. Bu жерде қарт жойылады. Алып жатсыз келin. Түркістан қаласы бойынша саяси талдау. Түркістан қаласы аймақтың діни және рухани орталығы болып саналған. Қазақ хандарының жылдары орналасқан саяси тұрақтылық қаланың дамуына ықпал етті. Ел тарапынан қорғау мен қолдау болған. Жақсы. Түркістан қаласы қай жерде тұр? Түркістан қаласы, Түркістан бұрынғанда оққандай атамеді. Жақсы қаласы, жақсы жарайды. Келесі. Түркістан қаласы бойынша экономикалық факторлар. Ұлы жібек жолы бойында орналасуы шаудан дамуына әсер етті. Сол сауда, базарлар дамыды. Керуен жолдары арқылы халықаралық сауда жүргізілді. Қала ірі сауда. Жақсы. Келесі сізде қалай?
Түркістан қаласы бойынша әлеуметтік факторлар халық саны өсті, діни орталық ретінде танылды, мәдениет пен білім дамыды, түрлі халықтар арасында мәдени байланыс орнады. Сен жақсы келесіз. Сыртқы қаласы бойынша технологиялық факторлар, қолөнер өндіріс, сыртқы сергерлік, құрылыс ісі дамыды, ақша айналымы және мәдениеттің дамуы іске асырылды. Олар қала құрылысы мен сәулеті өндіріс өте қатты дамыды. Секелесіз, сіздер дайынсың, айта берейік. Ақкөл қаласының саяси факторы. Қала ұлы жібек жолы бойында орналасқандықтан стратегиялық маңызы болды. Билеушілер арнайы қорғаныс қабырғаларын салды. Сауда жолын бақылау арқылы аймақтағы саяси ықпалын күшейтті. Жақсы, келесі кестесі. Талан қаласы экономикалық факторларда заявку случайно чайкера, Жақсы, келесі. Ақкөл қаласының әлеуметтік факторлары. Түрлі ұлт өкілдері қоныс тұранды, халық саны өсті, мәдени алмасу дамыды. Жақсы. Ақкөл қаласының технологиялық факторлары. Күйдірілген көпіштерлер исалында су құбырларының кәріз сүзбесі болған. Болды, иә? Жақсы, болды қой, иә? Қатырмалар, сіздерде қалпизадан қайғалай етmişсіз? Пічап айтпайсыздар ма? Пічап қаласылар өткірді. Пічап қаласының саяси факторы. Қала әрі әкімшілік орталықтарының бірі болды. Билеушілер тарапынан ерекше қорғалды. Сауда жолын бақылау саяси бедел әкелді. Жарайды. Экономикалық факторлары ата қару-жарақ және ауыл шаруашылығы өнімдері сатуға болады. Жарайды. Пічап қаласының әлеуметтік факторлары. Ислам діні кең тарады, ғалымдар мен дін қайраткерлері шыққан, қала мәдени және рухани орталыққа айналды. Жақсы, жарайды. Пічап қаласының технологиялық факторлары. Қаланың құрылыс құралдары мықты салынды, құрылыс тәсілдері шеберледі. Жақсы, сіздерде Құлар қаласы қалып қалды. Талан қаласы бойынша саяси талдау. Түрік парламенті кезеңінде маңызды қала болып саналған, әкімшілік орталық қызметін атқарды. Сауда жолдарын бақылауда ұстаған болады. Жақсы. Құлар қаласы бойынша экономикалық факторлар. Ұлы жібек жолының бойында орналасқан, сауда және айырбас қатынастары дамыды. Мал шаруашылығы шаруашылығы қатарлас. Жарайды. Құлан қаласының әлеуметтік факторлары. Құлан саудагерлер мен қолөнершілер тұрған Құландан көп ұлтты орта қалыптасты, қаланың мәдениеті дамыған еді. Жақсы, жарайды. Құлан қаласы бойынша технологиялық факторлар. Құлан қаласында қолөнер өндірісі өте қатты дамып, қалада қолөнершілер, оған сәулет өнері қатты дамып және де төтеп шабуылдан қорғаныс бекіті салынды. Жақсы, жарайды. Әр тапсырма бойынша біз өзімізді бағалауды ұстаймыз балдар, иә? Жақсы, келесі тапсырма қараңыздар. Енді сіздерге әр топқа жасанды интеллект арқылы жарнамалық ролик жасайсыздар. Түсінікті ма? Сіздердің қалаларыңыз берілген Отырар қаласы, сіздер Тараз қаласы. Тез смартфондарыңызды пайдаланасыздар. Тараз Отырар қалаларына жарнамалық ролик. Бүгінгі бағадан бері мәліметтерін барын алып жатсыздар ғой, иә? Сол екі қалаға жарнамалық ролик жасанды интеллект арқылы. Отырар қаласы, бұрынғы Тараз қаласы ғой. Ақтарбек мегерген қала. Одан кейін тарихи кесенелер бар, тарихи жәдігерлер қорғаныс. Жасаңыздар, видеолар. Сіздерге Сергей беріңіз мысалы. Сен қасында шайын. Ana жерде чораттар, соны жүргізіп,
Dahil bolsanızlar hazır. Bu benim çevrem bir sıfattan oluşuyor. Dahil bakıyorum. Onda asil verecekse asil verecekse. Hatta dahil dahil. Aha. Biraz nasıl Oda sizler de var. Yani Oda kalası ya. Sizler de hiçbiri Oda tarihten terin tanısının belirlediği Kimin yılda, Nijerya kazma uğrunda, ondan yılda boyunca hikayeler. Her köşesi tarifi, her tasası bir toğran. Sizde bu 20 yılının destur ve zamanı hükümetin toğusunda tutuyorum. Bu devletin evliliğinin hazırlığı zamanının hükümeti şehirde ilişkin kala oturar. Tarifin tabda toğustan cihet oturar. Oluş bir yolunun har yolası. Bunda asırlar boyu 300 bin halklar ilişkilerinin savdagirleri çoğuldu. Әлемнің төрт бұрышынан келген мәдениеттер тоғысқан өлке. Осы жерде басталған жол тек тас жол емес, адамзат тарихының тынысы. Сауда, ғылым, өнер мен жаңа ілімдерге сенім. Бүгінде отырар тарихи мұра мен заманауи дамудың біртұтас өрнегі. Туризм, білім, мәдениет, болашаққа бастар жол. Мұнда сіз өткенді сезініп, бүгінгі сізде болашаққа армандайсыз. Жақсы қараңыздар. Енді бұл тапсырмалар сіздерге не үшін беріліп отыр? Бұл тапсырма сіздердің медиа сауаттылық, одан кейін цифрлық дағдыларыңызды дамытуға берілген. Енді бұл жерде бағана сіздер тапсырма орындаған кезде қарадыңыздар ма? Астында дескрипторлар тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Жаңағы тарихи деректер, иә? Жаңағы сіздер отырар қаласы туралы тарихи маңызды нақты айтылу керек. Көрсетілу керек, иә? Одан кейін логикалық бірізділіктерді көрдіңіздер ме? Роликтің желісі өткенде бүгінге немесе керуен жолмен принципте негізінде болу керек деп тұр. Сол жерде біраз сіздерге қосып жіберулеріңіз керек еді, логикалық бірізділікте. Ақпараттық құндылықтар, сауда тауарлары, мәдени нелерді тасымалдау, мәдени элементтерді олар жақсы. Жақсы, сіздер де келесіз? Қарыз дейді. Bir-birlerini alıp bozanlarımız boz ayıp olduğunuzda ya, nan bozur жүргендер, nan bozur жүргенде қалады. Екатерина, тағы ондай заманға кеткен қасиетті қала. Бұл шаһардың жасы 2000 жылдан асады. Тараз қазақ жеріндегі ең көне қалалардың бірі. Ол ұлы дала өркениетінің дамуына үлкен үлес қосқан. 6-12 ғасырларда Тараз Ұлы Жібек жолы бойындағы ірі саяси әрі мәдени орталық болды. Мұнда сауда дамып, ғылым мен қолөнер өркендеді. Әр елден келген саяхатшылар мен саудагерлер осы жерде бас қосқан. Қала жайлы деректер орта ғасырлық жазбаларда да кездеседі. Тараз бір кездері Қарахан мемлекетінің маңызды қалаларының бірі болған. Бүгінде көне Тараздың орнында тарихи ескерткіштер мен археологиялық қазбалар табылып, қала тарихының тереңдігін дәлелдеп отыр. Көне Тараз археологиялық паркі ғасырлар сырын сақтаған екен. Тектұрмас тарихи мәдени кешені өткен дәуірдің куәсі. Тараз өткеннің үнін бүгінге жеткізген қала. Тараз тарихпен тыныстаған шаһар. Жақсы, жарайды. Енді қараңыздар, бұл жерде бағана айттық қой, сіздер цифрлық сауаттылық дедік, иә? Сіздер жалпы қандай платформалар арқылы жасадыңыздар, қандай жерге кірдіңіздер, жаңа жасаған кезде? Одан кейін жақсы. Енді қараңыздар, жаңа Тараз қаласын сіздер интернет арқылы жарнамалық ролик жасаған кезде кеселелерді қосып жіберу керек еді негізі. Ана жерде дескрипторға қарасаңыздар, жәдігерлер, кеселелер деп көрдіңіздер ма? Соларды қосып жібергенде бұдан да керемет жаңағы видео мәліметтен шығармыз, иә? Жақсы балалар, енді соңғы тапсырма бізде қараңыздар, аналитикалық сұрақ, бұл жерде жеке жұмыс, балалар, егер Ұлы Жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары дамымайды дейді. Ойланамыз. Енді осыны Фокс формуласынан алып қайтесіздер, айтасыздар. Бұл жерде жеке айтасыздар. Түсінікті ма? Түсінікті.
Жеке бөледі. Жеке бұл жерде тұрып тұрып жеке. Дәлел істер. Түсінікті ме сұрақтың бар? Дайын болсақ, дайын болсақ, мен мағынада бер алып жатырмыз, ол жібер жол туралы, иә? Дайын болсақ, онда кетіп алып алып жақсы айтамын. Өз ойларыңыз енді айтыңыздар. Менікі позиция, платформаларда позиция. Менің ойымша, егер ұлы жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары мұндай деңгейде қарқынды дамымас еді. Себебі ұлы жібек жолы қалалардың экономикалық, мәдени және саяси тұрғыдан өсуіне тікелей әсер еткен. Жарайды, жақсы келесі қойды. Алып жарайды. Формуласы бойынша мен өзімнің жинаған ақпараттарын айта кетсем, себебі ұлы жібек жолы арқылы Қазақстан аумағы шығыс пен батысты байланыстырған маңызды сауда көпіріне айналған болатын. Сауда керуендері түрлі елдерден тауар, мәдениетті, білім және технология алып келіп отырған. Соның нәтижесінде қалалар, базарлар, керуен сарайлар, мешіттер мен медреселер салынып отырған. Халық саны көбейіп, қолөнер мен сауда дамыған. Егер бұл жол салынбаса, яғни дамымас еді деп ойлаймын. Жарайды, жақсы келесі. Мысалы, осы ұлы жібек жолында Тараз бен Отырар қалалары болды. Олар осы ұлы жібек жолының арқасында дамыды. Мысалы, Тараз қаласы сауда мен ғылымның орталығы атанды. Ал Отырар болса мәдениеттің және ғылымның орталығына атанып кетті. Осыған байланысты. Себебі әл-Фараби сияқты ұлы ғұлама халыққа дүниеге келген қалай. Жақсы. Мен қорытынды ойлаймын. Сондықтан егер ұлы жібек жолы болғанда Қазақстан қалалары баяу дамып халықаралық деңгейдегі орталықтарға айналып түседі. Жақсы, бұл енді өз ойларыңыз, иә? Жақсы, сіздерде Менің ойымша ұлы жібек жолы болмағанда Қазақстан аумағында қалалар пайда болар еді. Бірақ олардың дамуы әлдеқайда баяу, әрі ауқымы шағын болды. Жақсы. Келесі кім дайындық? Қалалар сәбелері су мен өзен көлдерге байланысты қалыптасқан. Қазақстанда Сырдария, Талас өзендері бойында отырғыш мәдениеті дамыды. Ұлы жібек жолы қалалардың дамуын кеңейтті, сауда мен мәдени алмасуды өте күшейтті. Ол үшін ойлаймын, ұлы жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары жарайды. Келесі Мысалы, Тараз, Отырар, Саян қалалар керуен жолының бойында орналасқан ірі сауда және мәдени орталықтарға айналды. Отырарда кітапханалар жұмыс істеп, ғылым дамыды. Таразда түрлі елдердің саудагерлері бас қосқан. Егер олар халықаралық сауда желісіне қосылмаса, мұндай деңгейге жетуі қиын болар еді. Әлемдегі ең бар кітапхана, иә? Жақсы. Тағы алып көрсек. Қазақ жерінде қалар қалыптасар еді, яғни бірақ та олар әлемдер өркениетпен байланыстырады, әсіп болар еді. Жалпы ұлы жібек жолы қалалардың дамуына шешуші себепкер болған тарихи фактор болып саналады. Жақсы. Рахмет, балалар, көп рахмет. Енді қараймыз. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Енді қазір сіздерге еркін микрофон арқылы сіздерге жаңағы сабақты қайтеміз, қорытындылаймыз, иә? Сабақтан не түсіндіңіздер, қандай қызықты мәлімет алдыңыздар, қайсысы жаңа түсініксіз болды, әрқайсыларыңыз қазір енді өз ойларыңызды айтып жіберсеңіздер. Мен бағана сабақтың басында айттым ғой сіздерге, бағалау парағы берілді. Бұл бағалау парағы бойынша әр тапсырмадан өздеріңіз бағалау оқуыңыздарыңыз керек.
Қазір қорытынды бағдарын сәйкестер, иә? Мен өзімді бағалай кетсем болады ма? Дайынсың уже беттесің. Жақсы айтамыз, жақсы. Ал сабақ туралы ойың қандай болды? Менің осы бүгін ұлы жібек жолы туралы сабақта түсінген заттар өте көп. Алған деректерімде өте көп. Мен ұлы жібек жолы қай жерден басталып, Қазақстанның қай қаласын басып, дүниежүзілік бағытта қай бағытта барып, қай бағыттан басталып, қай бағытта өткенін де көрдім. Қай қалалар ең маңызды нүктелер екенін де көрдім. Қай қалалардың маңызы қандай екенін де көрдім. Бірақ та алайда менің қазіргі өзім қатты белсенді танытқан тапсырмаларда мен ұлы жібек жолындағы қалалар туралы айта кеттім. Және де Түркістан мен Құлан қаласының технологиялық факторларын кітаптар тауып оқып түсіндім. Алайда қалған жеке тапсырмаларда мен өзімді қатты белсенді көрсете алмадым деп ойлаймын. Себебі мен өз ойымды дұрыстап жеткізе алмадым ол жерде. Жақсы, қорытындыда мен өз 82 балл деген баға қоя аламын. 82, иә? Жақсы, жарайды. Себебі тағы кім бар енді? Келесі, ал Динара маған ұлы жібек жолы туралы жаңа мен ұлы жібек жолы туралы жаңа мәліметтер білдім. Ұлы жібек жолы арқылы өткен Қазақстандағы бағыттары және сол қалалардың дамығаны туралы білдім. Сонымен қатар топпен жұмыс жасауда белсене қатыстым. Өз ойымды жақсы білдіре алдым. Және де сабақ маған қызықты әрі керемет етті. Жақсы, 80 алды. Жақсы, жарайды, отырағы келесі тағылым алан. Мен бұған ол жібек жолын өскен едім. Бірақ бұның көбірек қолған деректерді мен ақпаратты алдым. Осы уақытқа дейін тақырып дейістің топ бойынша өзіміз ықпалымызды тигіздік, әрқосымаға топпен келдік. Және мен бүгін дүниежүзілік қарталыс туралы тапсырмаға шығып, өзімді жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Дүниежүзілік бағыттарын көрсеткен кезде, иә? Жақсы, жарайды. Қаншаға бағалайсың өзіңді? Жақсы, жарайды. Рахмет. Келесі кім тағы өзін бағалайды? Әрмен өзін бағалайды ма, айта қойды? Бүгін сабаққа белсене қатысып болды. Ұлы жібек жолы туралы көптеген ақпараттар алдым. Ол Қазақстандағы картасымен жұмыс жасағанда көп қалалардың атауын білдім. Және олар қандай бағытта дамығанын білдім. Және де 3-4 тапсырмаға белсене қатыстым. Осыған байланысты өзімді бағалай отырып 91 балл. Керемет. Жақсы балалар, иә? Онда барлықтарыңыз өздеріңіз бағаладыңыздар ғой, иә? Жақсы. Сіздерге бүгінгі сабақ үшін көп рахмет. Қызықты да әрі жаңағы мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Ендігі тапсырма ұлы жібек жолы бойындағы тауар айырбас тақырыбында эссе жазып келесіздер. Саламатта болыңыздар. Болып шыға береміз. Шыға береміз. Назгүл, сәттілік, жақсы. Тамаша, Назгүл Советовна. Назгүл Советовна, керемет сізге келіп